Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге осындай дәмді әрі әдемі болып шығатын хвосттың жасалу жолын ұсынамын. Мұқият видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен таза ыдысымызға 6 жұмыртқамызды шағып алатын боламыз. Жасалу жолы өте оңай әрі тез дайын болады. Бір жасағаннан көп мөлшерде жасай аласыздар. Осы жұмыртқамыздың үстіне шым-шым тұзымызды қосамыз. Және 3,5 ас қасықтай сахарный пудра қосатын боламыз. Егер сахарный пудраңыз болмаса, секер қоссаңыздар да болады. Венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Електен өткізілген ұнымыздың үстіне осы қоспаны қосатын боламыз және жұмсақ қамыр илейміз. Менде барлығы 450 грамдай ұн кетті. Бастапқы кезде 380 грамм ұн алған болатынмын, бірақ қолға өте жабысқандықтан қалған ұнды қосып, жұмсақтау орташа көлемде қамыр илеп алдым. Қолға осындай жабысқақтау болып тұрады. Одан қорықпаңыздар, салфан пакетке салып, 1 сағат көлемінде холодильникке қалдырыңыздар. 1 сағат өтті, енді ұнымызды жұқалап сеуіп, соның үстіне манағы қамырымызды алып 4 бөлікке бөлетін боламыз. Кішкентай зуала жасап аламыз. Бір бөлігін алып қалып, қалған қамырлардың бетін жауып қоюды ұмытпаңыздар, себебі кеуіп кетуі мүмкін. Енді қамырымызды жұқалап жаятын боламыз. Әрине, ұнның көмегімен жайып алсаңыздар болады, себебі біздің қамырымыз өте нәзік әрі жабысқақ. Ұнды өте көп мөлшерде қоспаңыздар, орташа көлемде жабысып жатса ғана қосуға кеңес беремін. Жұп-жұқа етіп жайып алатын боламыз. Достар, сондай-ақ менің арнамда өте керемет, пайдалы, бір жасағаннан керемет болып шығатын рецепттер бар. Сондықтан арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар, және де өз пікірлеріңізбен де бөлісе отырыңыздар. Енді осындай кескіштің көмегіменен 3-4 см арасында кесіп алатын боламыз. Өздеріңіздің ыңғайыңызға қараңыздар. Барлығын бірінің үстіне бірін қойып жинап, орамалдың үстіне салып, бетін жауып қоямыз. Себебі қалған қамырларды жаям дегенше бұл қамырымыз кеуіп қалмау қажет. Осындай етіп жауып қоямыз. Мінекей барлығын осылай дайындап алдым. Енді бетін осылай жауып, майымыздың қызғанын күтетін боламыз. Майымыз қызған сәтте бір шетінен ала отырып, орайтын боламыз. Осындай шанышқының көмегімен орташа отта қызарғанша пісіреміз. Өте қатты қызартудың да қажеті жоқ. Осындай әдемі гүл тәріздес болып шығады. Барлығын осы шанышқыға жинай отырып, майға пісіретін боламыз, яғни өз формасын сақтайтындай етіп. Бастапқы кезде қолыңыз үйренбей, шықпай қалуы мүмкін, одан қорықпай жалғастыра берсеңіздер, соңына қарай әп-әдемі болып шығатын болады. Достар, міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көруге кеңес беремін. Сондай дәмді әрі үгітілмелі, қытырлақ шаймен ішсеңізде керемет бір ерекше дәм беретін болады. Және де осы хвосттарды қонақ күтетін болсаңыз да, дастарханға ұялмай қоюға, ұсынуға болатын керемет сәтті рецепт. Екі жағынан да қызартып алсаңыздар болады, немесе ақшылдау етіп пісірсеңіздер де болады. Мен сіздерге қазір осы екі түрінен де көрсететін боламын. Бастапқыда қызартып алған болатынмын, соңына қарай ақшылдау етіп
пісірген болатынмын. Әрине бұл өз қалауыңызға байланысты. Барлығын осы реттілікті сақтай отырып пісіріп аламыз. Бұл жерде жылдамдық қажет болады. Тез-тезден осылай айналдыра отырып пісіріп алсаңыздар болады. Достар, мінекей менің хворстым дайын болды. Енді осының үстіне сахарный пудрадан сеуіп шығатын боламыз. Сондай әдемі әрі үгітілмелі керемет болып шығады. Дастарханға ұсынсаңыздар да, шаймен немесе қонақ келетін кезде де алдын ала осылай пісіріп алсаңыздар, өте әдемі әрі сәнді көрінетін болады. Дауысының өзі қандай үгітілмелі, қытырлап тұрады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Достар, егер менің видеом ұнаған болса, арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Замира. Келесі кездескенше сау болыңыздар.